Денсаулыққа қатысты пайдалы ақпараттарды жіберіп алғыңыз келмесе, арнамызға тіркеліп, қоңырау белгішесін басуды ұмытпаңыз. Бүгін біз көптеген жүкті әйелдерді мазалайтын өте маңызды тақырып туралы сөйлесеміз. Жүктілік кезіндегі токсикоз. Таңертең ұйқыдан тұра салысымен жүрек айнуы, кейде күні бойы мазалайтын құсу, тамақтың иісіне төзбеу, тәбеттің жоғалуы, осындай белгілер сізге таныс па? Көпшілік мұны бәрінде болады, қалыпты жағдай деп қабылдайды. Бірақ токсикоздың да жеңіл түрі бар, ал кейде қауіпті түрі кездеседі. Сондықтан оның қашан қалыпты екенін, қашан дәрігерге қаралу қажет екенін әрбір болашақ ана білуі керек. Егер сіз жүкті болсаңыз, немесе жақындарыңыздың арасында жүкті әйел болса, бұл ақпарат міндетті түрде пайдалы болады. Ендеше уақытты жоғалтпай бастайық. Токсикоз дегеніміз не? Алдымен токсикоз дегенің не екенін түсініп алайық. Токсикоз жүктіліктің алғашқы айларында пайда болатын ең жиі кездесетін белгілердің бірі. Статистика бойынша жүкті әйелдердің шамамен 70-80%-ында белгілі бір деңгейде жүрек айну немесе құсу болады. Бірақ токсикоз ауру емес. Бұл ағзаның жүктілікке бейімделу процесінің бір бөлігі. Ұрық жатыр қабырғасына бекігеннен кейін әйел ағзасында көптеген гормондар өзгере бастайды. Соның ішінде ең маңыздысы ХГЧ гормоны. Оның деңгейі алғашқы апталарда өте жылдам өседі. Сонымен қатар эстроген мен прогестерон гормондарының мөлшері де көбейеді. Осының әсерінен асқазанның жұмысы баяулайды, иіс сезу күшейеді, ал мидың құсу орталығы бұрынғыдан сезімтал бола түседі. Сондықтан бұрын ұнайтын тағамдардың иісі де жүрек айнытуы мүмкін. Кейбір әйелдерде тек таңертең аздап жүрек айниды, ал кейбірінде бұл күні бойы жалғасуы мүмкін. Екі жағдайда кездеседі. Бір қызығы, токсикоз әр жүктілікте әртүрлі болуы мүмкін. Бірінші жүктілікте мүлде болмауы, ал екіншісіне қатты мазалауы, немесе керісінше болуы да қалыпты жағдай. Токсикоз қашан басталып, қашан аяқталады? Көп жағдайда токсикоз жүктіліктің 5-6 аптасында басталады. Ең қатты байқалатын кезең 8 мен 10 апта аралығы. Дәл осы уақытта гормондардың деңгейі ең жоғары болады. Жақсы жаңалық, әйелдердің басым бөлігінде токсикоз 12-16 аптаға қарай біртіндеп азайып, кейін мүлде жоғалады. Алайда кейбір аналарда жүрек айну 20 аптаға дейін созылуы мүмкін. Сирек жағдайда жүктіліктің соңына дейін жалғасатын әйелдерде кездеседі. Егер токсикоз ұзаққа созылса, немесе күн сайын күшейе берсе, міндетті түрде дәрігердің бақылауында болған дұрыс. Токсикоздың негізгі белгілері. Енді токсикоздың қандай белгілері болатынын қарастырайық. Ең бірінші белгі жүректің айнуы. Ол таңертең ғана емес, күннің кез келген уақытында болуы мүмкін. Келесі белгі құсу. Кейбір әйелдер күніне 1 немесе 2 рет қана құсады. Бұл көбіне қалыпты жағдай болып есептеледі. Бірақ құсу жиілеп, ішкен судың өзі ағзада қалмаса, бұл қауіпті белгі болуы мүмкін. Тағы бір жиі кездесетін белгі иістерге өте жоғары сезімталдық. Мысалы, тамақтың, әтірдің, кофе немесе тұрмыстық химияның иісі бірден жүрек айнуын шақыруы мүмкін. Сонымен қатар, тәбеттің төмендеуі, әлсіздік, тез шаршау, бас айналу, кейбір тағамдарға жиіркеніш пайда болуы мүмкін. Кейбір әйелдер керісінше тек белгілі бір тағамдарды ғана жегісі келеді. Бұл да жүктілік кезінде кездесетін қалыпты өзгерістердің бірі. Ең бастысы, ағзаңыздың белгілеріне құлақ асып, өзіңізді қинамау. Кімдерде токсикоз жиі кездеседі? Токсикоз кез келген жүкті әйелде болуы мүмкін. Дегенмен, кейбір жағдайларда оның пайда болу ықтималдылығы жоғарырақ болады. Мысалы, алғашқы жүктілік болса, егіз немесе үшемге жүкті болу, бұрынғы жүктілікте қатты токсикоз болған болса, иіс пен қозғалысқа өте сезімтал адамдарда. Бірақ осы факторлардың ешқайсысы болмаса да токсикоз болуы мүмкін. Сондықтан әр әйелдің жүктілігі ерекше екенін есте сақтау маңызды. Енді ең маңызды сұраққа көшейік. Токсикозды қалай жеңілдетуге болады? Өкінішке қарай, токсикозды бір күнде толық тоқтататын сиқырлы дәрі жоқ. Бірақ күнделікті әдеттерді өзгерту арқылы оның белгілерін айтарлықтай азайтуға болады. Бірінші кеңес, аш қарынға жүрмеңіз. Асқазан ұзақ уақыт бос тұрса, жүрек айнуы күшейеді. Сондықтан аз-аздан, бірақ жиі тамақтануға тырысыңыз.
әр 2-3 сағат сайын жеңіл тағам жеген дұрыс. Екінші кеңес, таңертең төсектен бірден тұрмаңыз. Оянғаннан кейін 5-10 минут жатып, 1-2 дана құрғақ печенье немесе крекер жеп алыңыз. Содан кейін ғана баяу тұрған жөн. Үшінші кеңес, сұйықтықты жеткілікті ішіңіз. Құсу кезінде ағза көп сұйықтық жоғалтады, бірақ суды бірден көп мөлшерде ішпеңіз. Оның орнына күні бойы аз-аздан жиі ішкен дұрыс. Төртінші кеңес, өзіңізге жайсыз иістерден аулақ болыңыз. Егер белгілі бір тағамның немесе әтірдің иісі жүрегіңізді айнытса, оны уақытша қолданбауға тырысыңыз. Бесінші кеңес, майлы және қуырылған тағамдарды азайтыңыз. Мұндай тағамдар баяу қорытылады және жүрек айнуын күшейтеді. Алтыншы кеңес, зімбір көмектесуі мүмкін. Алтыншы кеңес, имбирдің көмектесуі. Кейбір зерттеулерде аз мөлшердегі имбирдің жүрек айнуын жеңілдетуге ықпал ететіні көрсетілген, бірақ оны қолданбас бұрын өз дәрігеріңізбен кеңескен дұрыс. Жетінші кеңес, лимонның иісі немесе дәмі кейбір әйелдерге жеңілдік береді, бірақ бұл барлық адамға бірдей әсер етпейді. Сегізінші кеңес, жеткілікті ұйықтаңыз. Шаршаған сайын токсикоз күшеюі мүмкін, сондықтан демалысқа уақыт бөліңіз. Тоғызыншы кеңес, таза ауада серуендеңіз. Күніне 20-30 минут серуендеу өзіңізді әлдеқайда жақсы сезінуге көмектеседі. 10-шы кеңес, дәрілерді өз бетіңізше қабылдамаңыз. Қандай тағамдарды таңдаған дұрыс? Токсикоз кезінде тәбет төмендеуі мүмкін, бірақ ұзақ уақыт аш жүру жағдайды нашарлатады. Жеңіл қорытылатын тағамдарды таңдаңыз. Мысалы, сұлы ботқасы, қарақұмық ботқасы, күріш, банан, алма, крекер немесе кепкен нан, айран немесе табиғи йогурт, қайнатылған тауық еті, буға піскен көкөністер. Ал өте майлы, ащы, қуырылған тағамдарды, газдалған сусындарды және тым тәтті тағамдарды уақытша азайтқан дұрыс. Егер белгілі бір тағамды көргенде немесе иісін сезгенде жүрегіңіз айныса, өзіңізді қинамаңыз. Біраз уақыттан кейін оған қайта оралуға болады. Енді болашақ аналарды жиі мазалайтын бірнеше сұраққа жауап берейік. Токсикоз балаға зиян келтіре ме? Егер токсикоз жеңіл немесе орташа түрде өтсе, көп жағдайда нәрестеге тікелей зиян келтірмейді. Ұрық ананың ағзасынан қажетті қоректік заттарды алып, дамуын жалғастыра береді. Бірақ ауыр токсикоз кезінде ана ағзасы сусызданып, салмақ жоғалта бастаса, бұл жағдайды міндетті түрде дәрігер бақылауы керек. Токсикоз болмаса, бұл қалыпты ма? Я, толықтай қалыпты. Кейбір әйелдер жүктіліктің алғашқы айларын ешқандай жүрек айнуынсыз өткізеді. Бұл жүктіліктің дұрыс дамымай жатқанын білдірмейді. Әр адамның ағзасы әртүрлі жұмыс істейді. Сондықтан токсикоздың болуы да, болмауы да қалыпты жағдай болуы мүмкін. Ұл көтерсе токсикоз аз, қыз көтерсе көп болады деген рас па? Бұл халық арасында кең тараған пікір. Алайда қазіргі ғылыми зерттеулер баланың жынысы мен токсикоздың арасында нақты байланыс бар екенін дәлелдеген жоқ. Сондықтан тек токсикозға қарап, баланың ұл немесе қыз екенін анықтау мүмкін емес. Токсикоз кезінде жұмыс істеуге болады ма? Егер жүрек айнуы жеңіл болса және өзіңізді жақсы сезінсеңіз, күнделікті істеріңізді жалғастыра аласыз. Бірақ әлсіздік күшейіп, жиі құсу мазаласа, міндетті түрде демалып, дәрігердің кеңесін алған дұрыс. Өзіңізді күштеп жұмыс істеуге мәжбүрлемеңіз. Қорытындылай келе, құрметті аналар, токсикоз жүктіліктің ең жағымды кезеңі болмаса да, көп жағдайда уақытша құбылыс. Ол әдетте алғашқы айларда байқалып, екінші триместрге қарай біртіндеп басылады. Ең бастысы, өз ағзаңызды тыңдаңыз, дұрыс тамақтаныңыз, жеткілікті демалыңыз және өзіңізді күштемеңіз. Егер бүгінгі видео сізге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл ақпарат басқа болашақ аналарға да жетуіне көмектеседі. Ал егер денсаулық туралы сенімді әрі түсінікті ақпараттарды тұрақты көргіңіз келсе, арнамызға міндетті түрде тіркеліп, қоңырау белгішесін қосыңыз. Сізге жеңіл жүктілік, аман-есен босану және дүниеге келетін сәбиіңізге зор денсаулық тілейміз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.